Бүгін біз мына қыздың анасы бір жаққа ұшып кетіп, оның үйіне бір какой-то негр келгенін көреміз. Сосын ол негрдің мына қызға не істегенін көрсетемін. Сондықтан видеоның соңына дейін көр. Кино мынандай бір әдемі үйді көрсеткенмен басталады. Сосын мына жасөспірім қыз телефон қарап отырады. Телефонда ол бет алды тұрмайды. Ол анасына хабарласады. Анасына бір рет хабарласады, телефон алмайды. Екінші рет хабарласады, ода да телефон алмайды. Сосын анасына SMS жазу шешеді. Анасына осы үйде бір шіріген заттың иісі шығып тұр деп айтады. Жасөспірім қыз сол шіріп тұрған иіске шыдамай ас бөлмеге қарай барады. Үйдің иісі шіріген затпен салыстырып тұрған үшін ол терезелерді ашып қояды, үйді желдету үшін. Сосын бұрылып қалған кезде оның анасына ұқсайтын бір негрді көреді. Ал қыз болса нифига түсінбей жаңағы негрге қарап тұрады. Ал ол негр болса қызға қарап күледі. Сенбесеңдер мені кішкене жақындатып жарық қылып сендерге көрсетейін. Қыз да негрге қарап мама не істеп тұрсың деп айтады. Қыз да оған қарап күліп тұрады. Сосын қыз жаңағы негрді өзінің анасы деп ойлап, анашым бүгін ерте оралыпсың, мен сен келесі аптаға шейін болмайтын шығармын деп айтады. Сосын қыз анасына бәрі дұрыс па деп сұрайды, яғни негрден. Сосын негр робот сияқты досымен иә бәрі дұрыс деп айтады. Сосын қыз солай жаңағы негрге қарап тұрған кезде оған анасы хабарласады. Қыздың түрі газель айдап, ол жаңағы негрға қарайды. Негр да оған қарап күлуін тоқтатады. Сосын ол қыз телефонды алып анасымен сөйлесе бастайды. Балапан басыңа бас киім киіп ал, а то ертең сен суық тиіп қалады, ауырып қаласың. Анасы қызынан түріңе не болған, неге соншама қорқып тұрсың деп сұрайды. Сосын қыз жаңағы негрге қарайды. Негр да оған қарайды. Сосын кадр далаға ауысып, телефонын қойған дауыс шығады. Осымен кино бітеді. Менде осы киноның соңғы жағына топ 3 теория бар, яғни концовкасына. Бірінші және ең шынайысы, жаңағы негр анау қызды өлтіріп кетті. Екіншісі, анау жаңағы негр қыздың анасының егізі, және де ол маньяк. Ал үшіншісі, жаңағы негр түнде сіздің үйіңізге келеді.